Мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығының қызметкерлері экспедиция мен Көкшетауға келді. Облыстық тарихи өлкетану музейінде өткен шарада экспедиция мүшелері келу сапарлары, атқарған істері мен алдағы жоспарлары туралы баяндады. Қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығы ел тарихының ертедегі құпияларын ашатын құнды хаттардың түпнұсқаларын жинауды мақсат еткен алғашқы мекеме. Қазақстан мен елден тысқары жерде де әзірге жалғыз. Ол 2017 жылы құрылды. Кездесуге қатысушыларға орталық жұмысы туралы шағын бейнеролик көрсетілді. Ұлы дала мұрасы атты ғылыми танымдық журнал болып қайта жарық көре бастады. Журналда көне жазба мұраларды зерттеу, ғылыми айналымға қосу, насихаттау негізіндегі мақалалар жарыққа шығады. Орталық мамандары құнды хаттардың түпнұсқасын аударады, оны зерттейді және сақтайды. Басты мақсат мәліметтерді ғылыми айналымға енгізе отырып, болашақ буынға тапсыру. Былтырдан бері орталық қызметкерлері еліміздің әр өңіріне экспедицияға шығуды қолға алды. Бұл экспедиция былтыр Қазақстанның оңтүстік өңірлерінен басталынды. Онда Түркістан, 2 жыл тарихы бар Тараз қаласы және де Қызылорда және Абай облысы Семей қаласында бірінші басталды. Сол жаққа барып, біздің әріптестеріміз 150-ге жуық қолжазбалар мен сирек кітаптар әкелінді. Осы жылы енді 25 жылы және айтып кеткендей солтүстік өңірлеріне сапарларымыз. Қазір қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығының қоры 2000 данаға жуық. Ойшылдардың, данышпандардың, ғалымдар мен өзге де авторлардың араб, парсы, түрік тілдеріндегі 300-ге жуық сирек шығармасы сақталған. Қорды толықтыру үшін орталық мамандары 16 елді аралады. Жойылып бара жатқан кітаптарды жаңағы қайтадан жаңағы орталыққа барып реставрация жасау және де оның қайтадан жаңағы көшірмесін жасау деген сияқты өте әсерлі әңгімелерді айтты және де өте бір керемет жаңағы істеп жатқан жұмыстарын көрсетті. Жойылып бара жатқан құнды дүниелеріміздің бәрі осындай жақсы мамандардың арқасында сақталып қалады деген ойдамыз. Экспедиция аясында орталық қызметкерлері 5 күн бойы Көкшетауда болады. Сапар барысында олар құнды хаттардың түпнұсқасын тауып, жеке қолдан, мешіттер мен кітапханалардан алуды көздейді. Еліміздің әр өңірінен табылған сирек кітаптар мен қолжазбалардың бәрі арнайы жинақтың 2-ші томына енгізілмек. Айта кету керек, орталықтың орнына қолжетімділік тегін жүзеге асырылады. Оны кез келген адам пайдалана алады. Евгений Варанкин, Қайырбек Төлегенов, Жүрсін Омырзақ, Көкше ақпарат.